Ассалаумағалейкум, эфирде Муфтият тынысы. Осы аптадағы басты жаңалықтарға тоқталайық. Осы аптада Елордада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен 9-шы республикалық Құран кәрімді жатқа және мәнерлеп оқу қарилар байқауы өтті. Шараның ашылуына келген бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы алдымен Құран көрмесін тамашалады. Ұлы дала Құрандары атты көрмеге әр жылдары басып шыққан Құран кәрімнің қазақша аудармалары, тәпсір кітаптары 1910 жылы жарық көрген араб тіліндегі Құран кітабы, тәжуид қолжазбалары қойылған. Көрмені аралап болған соң бас муфти қарилар байқауының ресми ашылуына қатысып, құттықтау сөзін айтты. Алла жар болсын, елімізде қарилар көп болсын, Құран жаттағандар көп болсын. Құранды қанша адам жаттаса, сонша бұл елде береке болатынына толық біз сенімдіміз. Алла жар болсын, баршаңызға сәттілік тілеймін. 2 күнге жалғасқан байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 72 үміткер қатысты. Әр өңірдегі іріктеу кезеңдерінен оза шапқан сайыскерлер 4 аталым, яғни Құран кәрімнің 10, 20 және 30 парасына жатқа оқу, сондай-ақ мәнерлеп оқу бойынша бақ сынады. Байқауға қазылық ету үшін аймақтағы елімізге белгілі қарилар шақырылды. Қазылар алқасының төрағасы Кәмілжан Юлдашұлы, сондай-ақ Еркінбек Шоқай, Ерсін Әміре және Жұманазар Садырханов сынды қарилар да қазылық жасады. Айтулы шараның марапаттау рәсімінде алдымен Құран хатым оқылып, дұғасы індеттен көз жұмған ел азаматтарына бағышталды. Індеттен қайтыс болған барша жерлестеріміздің, марқұм болған барша момын мұсылмандардың рухын шад, жатқан жерін жәннат ете көр. Артта қалған жақындарына көркем сабыр беріп, өмірлеріне береке бере көр. Екінде бақытың нәсіп ет, басымызға амандық, денімізге саулық нәсіп ете көр. Бирахматика я архамар рахим. Енді жүлде алғандарға тоқталайық. Ең алдымен мәнерлеп оқудан сайысқа түскен үміткерлер марапатталды. Бұл аталымда Рапих Фарух алдыңғы қатардан көрінді. Одан кейін 10 парада сынға түскендер арасында Абдулазиз Сауранбекұлы бірінші орын алып, 1 миллион теңге жүлде қорына ие болды. Сонымен қатар 20 пара аталымында Қуаныш Кенешбай өзгелерден оза шауып, қанжығасы майланды. Ал 30 пара номинациясында көш бастап, әдемі өзімен әрі қатесіз оқуымен баурап алған Абдулғафар Тұрсынов бас жүлдені алды. Осылайша жеңімпазға демеушілер жеңіл автокөлік табыс етті. Еңбек нәсіп ет. Осы бүгінгі шараны ұйымдастырған барша халқымызға Алла өзің разы бол. Екіне бақыт нәсіп ет. Алла. Бұдан бөлек қатысушы қариларға көрермен көзайымы жүлдесі беріліп, кіші қажылыққа жолдама табысталды. Сендердің ең жақсыларын Құранды үйреніп және оны үйреткендерің демеп еді Алла елшісі. Ендеше діни басқарманың 30 жылдығына ұйымдастырылған шараның да мақсаты сол, қасиетті Құранды насихаттап, көбірек оқылуына мүмкіндік жасау. Жұма күні Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Талдықорған қаласында жаңадан бой көтерген Тәубе мешітінің ашылу салтанатына қатысты. Сәулеті мен сәнде келіскен 3000 орындық мешіт Салихалы ұрпақ қайырымдылық қорының тікелей демеушілігімен салынған болатын. Құлшылық үйінің ашылу рәсіміне қайырымдылық қорының өкілдері, Алматы облысының әкімі Амандық Ғаббасұлы, өңірдің бас имамы Ардақ Нүсіпханұлы қатысты. Сонымен қатар жаңа мешітке бас муфтидің бұйрығымен Керімбек Дәуітов имам болып тағайындалды. Бас муфти осы сапарында жаңадан ашылған облыстық инфекциялық аурухананың медицина қызметкерлерімен де кездесті. Өз кезегінде діни басқарма төрағасы жүктелген жауапкершілікті жанына серік етіп, індет кезінде тайсалмай қызмет еткен үшін ақ халатты абзал жандарға алғысын білдірді. Кездесуден соң діни басқарма төрағасы аталмыш ауруханаға 17 пульсоксиметр мен бір оттегі концентраторын табыс етті. Сондай-ақ індет кезінде аянбай тер төккен медицина қызметкерлеріне алғыс хат пен естелік сыйлық табыстады. Жалғастырамыз. Талдықорған қаласына сапар аясында бас муфти шаһардағы студенттер үйіне ат басын бұрып, ерікті жастармен жүздесті. Бас муфти жалындаған жастармен рухани сұхбат жүргізіп, көкейлерінде жүрген сұрақтарына жауап берді. Кездесу соңында діни басқарма төрағасы індет кезінде аянбай еңбек еткен жастарға бір қатар еріктілерге алғыс хат пен естелік сыйлық табыс етті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы Талдықорған қаласына сапары барысында өңірдегі ассамблея мүшелерімен кездесті.
Жиында ұлттар татулығы, рухани сабақтастық жайында сөз қозғалды. Жиын соңында бас мүфти конфессияаралық діни тұрақтылықты сақтауға үлес қосып, мешіт істерінде әрдайым жанашырлық танытып жүрген бірқатар ассамблея мүшелеріне алғысын білдірді. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Талдықорған қаласында зекет қорының ел үлесі пәтерге жобасы аясында бір мезетте 10 мұқтаж отбасыға пәтер кілтін табыс етті. Жаңа баспана иелерін құттықтаған бас мүфти мешіт имамдарына, кәсіпкерлерге алғысын жаудырып, ризашылығын білдірді. Талдықорған қаласы сапар аясында Наурызбай Қажы Тағанұлы ислам құндылықтарын сақтаудағы ақсақалдар мен аға буынның ықпалы атты дөңгелек үстелге қатысты. Жиынға Жетісулық ақсақалдар кеңесінің мүшелері, әкімдік қызметкерлері мен діни басқарманың Талдықорған өңірі имамдары қатысты. Басқосуда асыл дініміздің өркендеуіне, әсіресе жастардың қоғамда өз орнын тауып, түзу жолмен жүруіне ақсақалдар мен аға буынның ықпалы сөз болды. Діни басқарма төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы Алматы қаласында зекет қорының ел үлесі пәтерге жобасы аясында бір мезетте 4 мұқтаж отбасыға пәтер кілтін табыс етті. Шара барысында бас мүфти баспаналы болған отбасыларға құтты болсын айтып, берекелі жобаның жүзеге асырылуына атсалысқан өнер және спорт қайраткерлеріне, жомарт жандар мен кәсіпкер азаматтарға, мешіт имамдарына алғысын білдірді. Мәуліт айында өткен мерейлі шарада үйлі болған 4 отбасыда игі жобаның басы қасында жүрген барша қайырымды жандар мен кәсіпкер азаматтарға және мешіт имамдары мен ерікті жамағатқа шексіз ризашылықтарын жеткізді. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Алматыда өнер, мәдениет және спорт саласының өкілдерімен кездесті. Алматы орталық мешітінде өткен тағылымда бас қосуға еліміздегі танымал бір топ мәдениет және спорт саласының үздіктері қатысты. Бас мүфти бүгінгі таңда әлеуметтік желінің үлкен күшке айналған тілге тиек етіп, әсіресе жастар көп уақытын өткізетін ғаламтор әлемінде үнемі жақсылықты насихаттап жүрген өнер адамдарына, мәдениет саласының үздіктеріне алғысын білдірді. Жиын барысында Сәкен Қалым, Сержан Әлібек, Ардақ Назаров сынды өнер спорт жұлдыздары ұдайы қайырымды істердің басынан табылып, жақсылықты насихаттап жүрген діни басқарма мен мешіт имамдарының жұмысын жоғары бағалап, алдағы уақытта да ізгі істерге атсалысуға дайын екендіктерін жеткізді. Жалғастырамыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдық мерейтойы қарсаңында жүрекке жылу және біз біргеміз акциялары бойынша мұқтаж отбасыларға көмек берілді. Талдықорған қаласында ұйымдастырылған қайырымдылық керуеніне діни басқарма төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы арнайы қатысып, игі іске ұйытқы болған имамдарға ризашылығын білдірді. Өзі де қаладағы мұқтаж отбасыларға арнайы барып, сый-сияпат жасады. Айта кетелік, осы игі шарада 10 тонна көмір мен 11 тонна азық-түлік дайындалып, тұрмысы төмен және көп балалы отбасылардың үйлеріне жеткізілді. Қайырымдылық бағыттағы жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елордадағы Сәдуақас Қажы Ғылмани мешітінде пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, дүниеге келген Мәуліт айының құрметіне орай қайырымдылық шарасы болып өтті. Қасиетті жұма қайырымдылық шарасымен өрнектеліп, көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен 100 отбасыға ет үлестірілді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы зекет қорының ел үлесі пәтерге жобасы аясында берілген 307-ші баспана Атырау облысы Индер ауданы Өрлік ауылының тұрғынына бұйырды. 3 күннің ішінде халықтың үлесімен жиналған қаржыға алынған 4 бөлмелі баспананың кілтін Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысқанұлы Өрлік ауылына арнайы барып, болған Ғаббасоваға табыс етті. Өңірлерде халал өнімдерін насихаттауды жандандыру мақсатында осы аптада Ақтөбе өкілдігінің ұйытқы болуымен облыста халал апталығы өтті. Өңірге діни басқармаға қарасты халал даму мекемесінің басшысы Айбек Аташев келіп, Ақтөбе қаласында орналасқан республикадағы тұңғыш халал маркет азық-түлік сататын мекемесі мен Алға қаласында Family Food тамақтану орталығының ашылуы және оларға халал даму сертификатын табыстады. Сапар барысында бірнеше семинар шаралары ұйымдастырылды. Қадірменді көрермен, мүфтият тынысының осы аптадағы реті осындай. Дінге адал, дәстүрге берік қазақ жұртына амандық тілейміз.